Сәлем қыздар, тамаққа деген тәбетімізді ашатын өте керемет және тез шап-шақ жасалады. Бір ғана сәбізден салат жасап көрсетемін. Бірге жасаңыздар. Сіздер де күнделікті столдың үстінде тұруға тиісті салат. Қараңыздар, бізге сәбіз керек болады. Өзіңіз білесіз, қанша сәбіз. Мен бір үлкен сәбіз және екі кішкентай сәбізді осындай кішкентай теркадан өткізіп жатырмын. Қараңыздар, жақсылап сәбіздерімізді түгелдей барлығын өткізіп алғаннан кейін барып, біздерге бір ғана сарымсақ керек болады, яғни чеснок. Өзіңіз білесіз, чеснокты ұнататындар да бар, ұнатпайтындар да бар. Сол себептен мен бір чеснокты өткіздім. Жақсылап бірінші араластырып аламыз сарымсақпен бірге сәбізімізді. Араластырып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін майонезімізді құйып жібереміз. Оны да өздеріңіз білесіздер, кейбіреуіңіз майонезді жақсы көресіздер, кейбіреуіңіз ұнатпайсыздар деген сияқты. Осылай жай ғана араластырып, жақсылап араластырамыз. Әдемі болғанша. Енді біздің салатымыз дайын болды. 5 минутта дайын болады салат. Тәбетімізді өте керемет ашады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Қыздар, ұнаса міндетті түрде комментария жазып, лайк басып қойыңыздар. Кім қандай сәбізден салат біледі, соны менің комментарийіме жаза кетіңіздер. Приятного аппетита. Ас болсын.